Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы құданың қорлығы. Әңгімелер ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Екі бай құда болса, арасында жорға жүреді. Екі жарлы құда болса, арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса, айырылыса алмай зорға жүреді. Бұрынғыдан қалған әрбір сөзге терең мағына бар екенін тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керекті. Әсем жолдасынан ерте айырылып, екі қызын жалғыз өзі бағып қақты. Сұм ажал жандосты бұл өмірден ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай, бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауының бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін. Соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бой жетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қызда жоғары білім алып, өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуінің де өз ортасына сыйлы, абыройлы болып жүруі үнемі жүздерінен ақ көрініп тұратын. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалуы. Міне сол үшін де тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаулыдан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай асығатында жүретін. Бойларын үрей билеп алған. Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да, тұрмыс құрмай жүргеніне өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасын уайымға салмау үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына баяндап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, өшірулі тұр. Айсара әпкесінің таныстарының бәріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда кеткенін тірі жан білмейді. Мұндай жағдай өмірлерінде алғаш рет орын алып отырғандықтан екеуі де әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2-ге жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңілісі Айсараның өңі қашып тұрған орындарынан тапжылмай тұрып қалды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Сабинаны мұндай күйде алғаш көруі. Үсті-басы жұлма-жұлмасы шыққан, құдды бір орманда адасып, шибөрлермен шайқасқандай. Ентігін баса алмай, әбден шаршап шалдығып, әрең есіктен кіріп, анасын құшақтап, еңкілдеп жылап жіберді. «Қызым-ау, саған не болды? Мына түрің не? Кел отыршы мұнда. Әпке, міне су ішіп алшы, саған не болды? Анашым», деп ол әрең сөйледі. Өксігін баса алмай, етегі жасқа толып, жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп, Сабинаға не болғанын сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. «Қызым, жетер енді, жылауыңды доғар, дереу жинал, полицияға барып арыз жазамыз». «Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұлай боларын білдіңіз бе? Нені білуім керек еді? Мені алып қашып кетерін білдіңіз ғой, я? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяқ асты таптаған екен деп зәрем қашты ғой. Өткен жолы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сен сонда ол жақтан қашып кеттің бе? Сенің денің дұрыс па? Жасың болса 27-ге келді. Неге қашып кеттің? Ол жігітті танисың, бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмейді. Неге? Не үшін? Сізді қимаймын, анашым. Біз кеткен соң сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи, жападан жалғыз не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіңе келіспеймін. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа, пайғамбарға сөз тиеді. Жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді деген.
Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Мен жалғыз емеспін. Жанымда бауырларым, әкеңнің туыстары бар. 2 балам көбейіп, 4 болады емес пе? Біз сізге қарыздармыз. Осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Ендігі кезек біздікі. Сендер тұрмысқа шығуларың үшін мен өлуім керек пе? Мүмкін сонда екеуің тұрмысқа шығарсыңдар. Анашым олай демеші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көремін. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз шығайын. Ең бастысы сіздің аман болғаныңыз. Бірінші бақ, екіншісі сорбақ деген. Ақбосаға аттап, ақ орамал жабылған соң сол жерде қалуың керек еді. Ендігі жағдайың не болар екен? Әсем қыздарын құшағына қысып, марқұм жолдасын есіне алып, көзіне жас алды. Қыздарының да әкелеріне деген сағынышы күн сайын артпаса басылар емес. Сабина сол күнгі оқиғадан соң мүлдем тұйықталып кетті. Арада жыл өтсе де ешбір жігітпен көңіл жарастыра алар емес. Ал Айсара болса өте көңілді қыз. Үнемі жан жағындағы адамдарға позитивті көңіл күй сыйлап жүреді. Өзінің сүйген жігіті де бар. Тек тәрбиеден аттамай, әпкесінің тұрмыс құруын күтіп жүр. Ал сүйіктісі Әміре болса, ғашығын өз еліне келін етуге асығып бағады. Міне жігіт бүгін де қос ғашық кәрі қыз атанған Сабина үшін тағы да ренжісіп отыр. Жаным, анам ертерек үйлен деп қыспаққа алып қоймай жатыр. Қашанға дейін осылай жүреміз? Мен саған айттым ғой, әпкемнен бұрын тұрмысқа шықпаймын. Әпкең мына жүрісмен қу тізесін құшақтап жалғыз өтетін шығар. Олай деме, оның жаны қалай күйзеліп жүргенін сен түсінбейсің. Әпкең тұрмысқа мүлдем шықпаса қайтесің? Неге шықпайды екен? Әлі-ақ өз теңін тауып бақытты болады. Осыдан да қарап тұр. Менің әпкем тұрмысқа шықпай қалатындай бір кемшілігі бар ма? Мен олай деген жоқпын, мені түсінбедің. Асығыс болсаң, басқа қыз тауып үйлене бер. Мен қазір тұрмысқа асықпаймын. Айсара ашуға бой алдырғаны соншама өзінің қаншалықты қатты сөйлегенін өзі аңғармай қалды. Оның әр сөзін анық естіген Сабина ақырын ғана сіңілісінің бөлмесіне кіріп келді. Әпке, келсеңші. Айсара сасқалақтап қалды. Айсара, сіңілім, сенмен сөйлескім келеді. Мен үшін бағыңды байлама. Әпке, сен дұрыс түсінбедің. Анамыздың арманын тым құрыса сен орында. Мен жасаған ақмақтықты сен қайталама. Басыңа қонған бақыт құсын ұшырып алма, сіңілім. Әпке, әр нәрсенің өз жолы бар. Мен тек сенен кейін ғана тұрмысқа шығамын. Ел жұрт мені Ақбосағадан қайтқан, ақ орамалды аяққа таптаған деп жүргенде, қай ақмақ мені өзіне жар етеді дейсің? Анамызға қарашы, уайымнан шашына ақ түсіп, жүзін әжім басуда. Сен бақытты болуға лайықтысың, бағыңды байлама. Мен саған еш өкпелемеймін. Керісінше, сен бақытты болсаң, біз де қуанамыз. Әпке, келші құшақтайын. Апалы сіңлі екеуі бірін-бірі құшақтап жылап, онан соң ұзақ уақыт шер тарқатып, әбден шүйіркелесті. Айсара әпкесінің ризашылығын алған соң, иығынан ауыр жүк түскендей өзін жеңіл сезінді. Іштей бұл сүйінші хабарын сүйіктісіне жеткізгенше асығып тұрды. Әпкесі шығып кеткеннен дереу Әміреге қоңырау соқты. Қуанғаны соншама уақытқа қарамаған болатын. Сүйіктісінің беймезгіл қоңырауын көрген байғұс жігіттің зәресі қалмай, дауысы дірілдеп әрең жауап берді. Жаным, бәрі дұрыс па? Әміре, сен неге шошып тұрсың? Ойбу, кешірші мені. Менің қуанғаннан соншама сағатқа мән бермеген екенмін. Сенен сүйінші сұрауға асықтым. Әпкең тұрмысқа шығатын болды ма? Жоқ, Алла қаласа ол күнді де көрерміз. Ендеше не болды? Әпкем маған өз жолын берді. Саған тұрмысқа шығуыма рұқсат берді. Рас айтасың ба? Иә жаным. Ендеше үйдегілерге әпкең мен анаңды таныстырайық, солай жасайық. Бұл түнде олардан бақытты адам болмаған шығар сірә. Болашаққа жоспар құрып, тәтті арманның етегіне еріп ұйқыға кетті. Бар болғаны бірер сағат көз ілсе де, таңертең өмірге құштар болып, бақыттан бал-бұл жайнап,
құлпырып ерекше құлшыныспен жұмысына жиналған Айсараны көріп, Сабинаның да көңілі көтеріліп қалды. Әсем болашақ күйеу баласын көріп, оның отбасымен танысты. Құдағиы Қарлығаш өте өнегелі, парасатты, мейірімді жан екенін көңілін көншітсе, құдасы Мараттың өзімшілдігі көңілін құлазытты. Марат еліміздегі белгілі бір банктың бір қаладағы кеңсесінің директоры. Дүние мансап болған соң, мүмкін солай болуы да керек шығар. Әсем екі қызымен тойдың дайындығына кірісіп кетті. Әкесінің орнын білдірмеу мақсатында ағайын туыстары еш аянбай қызмет етуде. Әсем де осы күнге дейін қайын жұртының ешбір той жиынынан қалып қойған емес. Үнемі қолында барын алып жетіп баратын. Енді міне, соның қарымтасын туыстары қайтарып жатыр. Ұзату күні белгіленіп, қымбат ресторанды таңдап қойды. Той күні жақындаған сайын Әсемнің көңіл күйі болмай жүр. Қыздарына көрсетпей, кейде жылап та алады. Бұл әңгіменің жалғасы келесі видеода болады. Ұнаса, комментарий қалдыра кетіңіз.